Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, үй жағдайында жасалуы оңай бисквитный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз, оның үстіне қантты саламыз және екеуін жақсылап араластырамыз. Мөлшерімен төменде жазып қалдырдым. Жақсылап ақ көбік болғанша миксерлейміз. Оның үстіне сұйық майды қосамыз және қаймақты қосамыз. Барлығын араластырып шығамыз. Ұнға разрыхительді қосып араластырамыз. Дайын болған тестомыздың үстіне ұнды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Пісіруге арналған арнайы формамызды алып, оның үстіне дайын болған тестаны құямыз және өздеріңіздің қалауларыңызша жетектер қоссаңыздар немесе жаңғақ қоссаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 160 градуста 30-40 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне біздің жасаған пирогымыз дайын. Мен ұсынған рецепт бойынша жасап көріңіздер, ас болсын.